Сәлеметсіздер ме? Мен Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының оқытушысы Илюкешев Айбек Ергалиевичпін. Менің жаппай ашық онлайн курсыма қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақтың тақырыбы қол күрес, бүгінгі сабақтың тақырыбы аударыспақ. Аударыспақ ат үстіндегі күрес түрі. Бұл ойын көшпенділердің соғыс өнеріне дайындығының бір бөлігі болған және жауынгерлерді күшті, епті, шыдамды болуға тәрбиелеген. Аударыспақтың тарихы көне түркі дәуірінен басталады. Ежелгі көшпенді тайпалар арасында ат үстінде соғысу шеберлігін дамыту үшін жас жігіттерге арнайы дайындық жаттығулары ұйымдастырылған. Солардың бірі аударыспақ ойыны. Бұл ойын кезінде шабандоздар бір-бірін аттан аударып түсіру үшін күрескен. Аударыспақ Орта Азия халықтары арасында кең тараған. Қазақтар, қырғыздар, өзбектер, түркмендер бұл ойынды өздерінің ұлттық спорттарының бірі ретінде дамытқан. Қазақ жерінде аударыспақ ас тойларда, мерекелерде, ұлттық мейрамдарда міндетті түрде ұйымдастырылған. Оның басты мақсаты қарсылас шабандозды аттан аударып түсіру. Бұл ойын шабандоздардың ептілігін, күшін, төзімділігін және тепе-теңдік сақтау қабілетін шыңдайды. Аударыспақ қазақ даласында мерекелерде, астарда, тойларда ұйымдастырылып, халықтың көңіл көтеретін, әрі жауынгерлік дағдыларын дамытатын маңызды жарыстардың бірі болған. Бүгінде аударыспақ ұлттық спорт түрі ретінде танылып, арнайы жарыстарда өткізіледі. Аударыспақтың басты мақсаты қарсыласын аттан аударып түсіру. Шабандоздар тек күш пен төзімділікті ғана емес, сонымен бірге ат үстінде тепе-теңдікті сақтауды, күрес тактикасын, шеберлікті, жылдамдықты көрсетуі керек. Аударыспақ ұлттық спорт ретіндегі маңызы. Бір физикалық шыдамдылықты дамыту, аударыспақ күшті, шыдамды, епті болуды талап етеді. 2. Әскери жаттығу, бұл ойын жауынгерлік дайындықтың бір бөлігі болған. 3. Жас ұрпақты тәрбиелеу, жас жігіттерді батылдыққа, ептілікке баулитын маңызды спорт түрі. 4. Қазақтың ұлттық дәстүрін сақтау, бұл ойын қазақ халқының мәдени мұрасын жаңғыртуға ықпал етеді. Аударыспақ түрлері. Дәстүрлі аударыспақ дәстүрлі форматта, ат үстінде күресу арқылы өткізіледі. Кәсіби аударыспақ, қазақтың дәстүрлі ат үстіндегі күрес ойынның заманауи спорт түріне айналған нұсқасы. Ол қатаң ережелерге, спорттық стандарттарға және халықаралық деңгейде мойындалған жарыстарға сәйкес жүргізіледі. Халықтық аударыспақ ауылдық жерлерде, тойларда, астарда ұйымдастырылады. Қатысушылар жас ерекшелігіне қарай бөлінбей еркін күреседі. Дәстүрлі аударыспақтың ережелері. 1. Ойын ашық далада, кең алаңда өткізіледі. 2. Шабандоздар жалаң қолмен күреседі. Арнайы қорғаныс құралдары қолданылмайды. 3. Қарсыласын аттан толық түсірген шабандоз жеңімпаз атанады. 4. Кейбір аймақтарда аударыспақта қарсыласын ат үстінде 2 немесе 3 рет теңселтіп, әлсіз күйге түсіру арқылы жеңіс беріледі. Кәсіби аударыспақтың ережелері. 1. Әр жекпе-жек 5-7 минутқа созылады. 2. Егер уақыт біткенше жеңімпаз анықталмаса, ұпай саны бойынша есептеледі. 3. Кәсіби аударыспақ арнайы шектеулі шеңберде өткізіледі. 4. Шеңберден шығып кеткен шабандоз жеңіліс табады. Ұпай жинау жүйесі. Қарсыласын теңселтіп, тепе-теңдігін бұзу 1 ұпай. Ат үстінен жартылай аудару 3 ұпай. Қарсыласты толықтай аттан түсіру 5 ұпай, таза жеңіс. Кәсіби аударыспақтарға қойылатын талаптар. Жеңіл салмақ 60-70 кг. Орта салмақ 70-85 кг. Ауыр салмақ 85 кг-нан жоғары. Кәсіби аударыспаққа қатысатын спортшылар күшті, төзімді және шымыр болуы керек. Олар тұрақты түрде. 1. Ат үстінде тепе-теңдікті сақтауға арналған жаттығулар жасайды. 2. Білекті, иық пен арқа бұлшықеттерін күшейту үшін арнайы жаттығулар орындайды. 3. Атты басқару, жылдамдық пен ептілікті дамыту бойынша дайындалады. 1. Кәсіби аударыспақта айрықша шыдамды, бұлшықеті мықты, жылдам әрі үйретілген аттар қолданылады. Халықтық аударыспақтың ережелері. Халықтық аударыспақтың ережелері. 1. Ойынға 2 шабандоз қатысады. 2. Қатысушылар жас ерекшелігімен салмағына қарай жіктеледі. 3. Қатысушыларға арнайы төзімді, шапшаң және үйретілген аттар беріледі. 4. Шабандоздар ат үстінде отырып, бір-бірін күштеп тартып, аттан аударуға тырысады. 5. Қарсыласын аттан түсірген шабандоз жеңімпаз атанады. 6. Егер 2 шабандоз да атынан құласа, қайсысы бірінші құласа, сол жеңіледі.
7. Ойын бірнеше минутқа созылады. Егер қарсыластар бірін-бірі аудара алмаса, жеңімпаз төрешілер шешіммен анықталады. Аударыспақ кезінде қарсыластың атын теуіп, зиян келтіруге болмайды. Күрес тек қол мен дене күшінің көмегімен жүруі керек, қару қолдануға болмайды. Қарсыластың киімін жыртуға немесе ат үстінен итеріп құлатуға тыйым салынады. Аударыспақ түрлері. Классикалық аударыспақ бұл ең көп тараған түрі. Мұнда шабандоздар тек қол күшімен күреседі. Күресу техникасы мен ат үстіндегі тепе-теңдікті сақтаудың маңызы зор. Еркін аударыспақ бұл нұсқада шабандоздарға қолданылатын тәсілдердің кең таңдауы беріледі. Қарсыласты аяқпен итеру, денесімен басу, кеуде арқылы аудару. Бақылау сұрақтары. 1. Аударыспақ дегеніміз не? 2. Аударыспақтың шығу тарихы қай дәуірден басталады? 3. Бұл ойынның негізгі мақсаты қандай? 4. Аударыспақ кезінде шабандоздар қандай қасиеттерін дамытады? 5. Аударыспақ қай халықтар арасында кең тараған? 6. Қазақ жерінде аударыспақ қандай мерекелерде ұйымдастырылған? 7. Аударыспақтың ұлттық спорт түрі ретіндегі маңызы неде? Келесі сабақтың тақырыбы 6 бақан. Назарларыңызға рахмет.